Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми сайты muftiyat.kz ұсынады. قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه معتدل القامة مرتسم والضاء الغرة مبتسم وكأن النور ومشرقه من وجه الهادي مسرى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Құрметті шәкірттер, құрметті тыңдармандар, біз бүгін әйгілі имам Науидің өмірбаянына қысқаша тоқталатын боламыз. Имам Науи біз өткелі отырған кітаптың арбаин, яғни 40 хадистің авторы болып табылады. Имам Науи рахимахулла, Алла рахметсін, хижри 631 жылы Науа деген жерде дүниеге келген. Науа жері қазіргі Сирия, Дамас қаласынан 30-40 шақырым жерде орналасқан бір елді мекен. Имам Науи, Алла рахметсін, өте тақуа бір жанұяда дүниеге келген. Жасы 10-ға жақындағанда Құран кәрім жаттауды бастаған. Кейбір деректерде, кейбір риуаяттарда имам Науидің ауылының тұсынан әйгілі ғалым Мәрекеши өткен деген дерегіміз бар. Сол деректе Мәрекеши имам Науидің кішкентай балалармен ойнап жүргендігін көреді. Имам Науи әлгі балалармен бірге қосылып ойнағысы келмейді екен. Балалар оны мәжбүрлесе де, ол шетке қарай қашып Құран кәрім оқып отырады екен. Мәрекеши бұл баланың талабына қызығып, әкесіне барып, баласының ғылымға беруіне насихат айтқан. Осылайша имам Науи ғылым жолын осылай бастаған деген ғалымдар арасында көзқарас бар. Имам Науи рахимахулла, Алла рахметсін, әкесімен бірге 18 жасында тұңғыш рет Дамасқа келген, өзінің ары қарай ғылыми ізденісін жалғастыру үшін. Сонымен қазіргі Дамас қаласында үлкен мешіт бар, Амауи мешіті деген үлкен мешіт бар. Сол мешіттің жанында әлемге әйгілі тарихи медреселер орналасқан. Солардың бірі Рауахия деген медресе болған. Сол Рауахия медресесіне имам Науи келіп орныққан 18 жасында. Сол жердегі әйгілі ұстаздардан дәріс алуды бастаған. Жалпы ғалымдар имам Науидің ғылымға түсуін, ғылыми ізденісін 3 кезеңге бөліп қарастырған. Ең әуелгісі имам Науидің білімге деген құмарлығы. Имам Науи білімге құмар болғандығы соншалықты білімнен басқа нәрсеге, еш нәрсеге мән бермейтін болған. Кейбір деректерде мүлдем ол кісінің жантайып ұйықтамағандығы риуаят етілген. Барлығын тік отырып, кітаптарға сүйеніп отырып ұйықтағандығы деректерде кездеседі. Келесі бір кезеңі имам Науидің ұстаздарына деген, ұстаздардың дәрісіне деген қатысуға деген құштарлығы риуаят етілген. Оның шәкірті Алаудин мынандай бір риуаят келтіреді. Шейхім маған өзі айтты, күніге Алла тағала менің уақытыма береке берді. Мен күніге 12 дәрістен, 12 үлкен пәннен дәріс алатынмын деген риуаят келтірілген. Ұстаздарда жай қарапайым біреулер емес, сол кездегі атақты ислам әлемінің үлкен ғалымдары болған. Сонымен қатар имам Науидің тағы бір ерекшелігі, имам Науи, Алла рахметсін, жазған кітаптарының көптігі бұл кісінің ғылыми өнімділігін көрсетеді. Бұл кісі көп оқығандығымен қатар көп жаза білген кісі. Мысалы, бұл кісінің әйгілі еңбектері бар. Мысалы, айтатын болсақ, Сахих Муслимге жазған атақты шархы бар. Ан-Азкар Науи деген атақты кітабы бар. Рауда деген кітабы бар. Тағы да басқа бірнеше атақты кітаптардың авторы. Бұл кісі негізінде Шафиғи мазхабының ең үлкен имамдарының бірі болып саналады және өз заманында ең әйгілі фақихтардың бірі болып саналады. Имам Науидің бұл ғылыми тұрғыдан алып қарастыратын болсақ, осылай қарастыруға болады. Имам Науидің басқа бір тұсы бар. Ол имам Науидің, Алла рахметсін, зухты, яғни өмірі ешқандай дүниелік нәрселерге көңіл бөлмегендігі. Имам Науи 18 жасынан, әлгі атап өттім, Рауахия деген медресеге келіп орналасқан. Өмірден өткенге дейін сол Рауахия медресесін ауыстырмаған. Кішкентай ғана бір бөлмеде ғұмырын өткізген. Одан кейін имам Науи рахимахулла тағы бір ерекшелігі, біздің еш үйленбей өткен ғалымдарымыздың бірі.
Себебі ғалымдар айтады, ол кісінің үйленуге уақыты болмаған деседі. Тағы да басқа бір ерекшелік имам Науидің тақуалығы. Имам Науи ешкімнен өзі жақсы танымайтын адам болмаса сыйлық қабылдамайтын болған. Сонымен қатар өзінің жұмыс істеп жатқан жерінде, атақты Дарул Хадисте, Дарул Хадис деген үлкен медресе бар. Ол медресе атақты ғалымдар сабақ берген. Солардың бірі, мысалы, негізін салушылардың бірі, ең алғаш дәріс бергендердің біреуі Ибн Салах, атақты Тақуиддин, Алла рахмет етсін. Одан кейінгілер тағы да басқа имамдар сабақ берген. Солардың бірі имам Науи 34 жасында әлгі Дарул Хадистің шейхтігін өз қолына алған. Жаңа мен тоқталып өттім, ол кісінің тақуалығы деп. Бұл кісі жаңағы Дарул Хадисте жұмыс істейтін жерінен айлық алғанмен ол айлықтың ешқайсысын пайдаланбайды екен. Ол айлықтардың жиналған айлықтарды жинатып, бұратала жылына бір рет алып шығып, медресеге қажетті кітаптарды, немесе медресеге қажетті бұйымдарды алып, уақып қылып тастап кететін болған. Имам Науидің тағы бір ерекшелігі өзінің үлкен, өзімен ғасырлас, өзімен замандас болған патшаларға насихат айта білуі. Мынандай бір дерегіміз бар. Әйгілі біздің барша қазақ халқы білетін Сұлтан Бейбарыс бар. Бұл кісі Мысыр халқын, жалпы мұсылмандарды татар шапқыншылығынан қорғап қалған татарларды мұсылман жерінен қуып шыққан деген бірнеше игі істері бар. Бұл кісі Мысырдан Дамасқа келген кезде жанына еріп келген қаржы уәзірі былай деп айтқан: Дамасктағы жерлердің көпшілігі негізінде мемлекеттің меншігі болып саналады. Сондықтан біз бұлардың барлығын түгелдей мемлекетке өткізейік дегендей ұсыныс жасайды. Сұлтан Бейбарысқа бұл көзқарас ұнап, мынандай бұйрық шығарады: жарлық. Әрбір адам өзінің мына үй, мына жер оған тиесілі екендігіне байланысты құжат көрсетсін. Болмаса түгелдей жер, әлгі үй түгелдей меншік, түгелдей мемлекет меншігіне өтеді деген жарлық шығарады. Бұл жарлық сол жерде тұрып жатқан халыққа өте ауыр тиеді. Сөйтіп барлығы түгелдей әлгі имам Науидің медресесінің маңынан халық шықпай қалады. Тілек, өтініштері: сіз барып анаған хат жазыңыз, немесе сіз онымен барып, сұлтанмен барып кездесіңіз. Бұл бізге үлкен зарар тиіп жатыр деп өтініш білдіреді. Имам Науи рахимахулла хат жазады. Хаты тарих кітаптарында кездеседі. Хаттың мазмұны қысқаша мынандай: мынау сіздердің шығарған жарлықтарыңыздың мұсылмандарға зарары қатты тиіп жатыр. Бұлай талап етуді ешбір ғалым құптамайды. Және бұл істеп жатқандығыңыз дұрыс емес, мұсылмандарға үлкен зарарын тигізіп жатыр дегендей мағынада жазады. Бірақ өкінішке орай хатқа ешқандай жауап келмейді. Содан кейін біраз уақыт өткеннен кейін имам Науи, Алла рахмет етсін, Бейбарысты іздеп өзі барады. Сөйтіп екеуі ұзақ сөйлесіп, жеке қалып ұзақ сөйлеседі. Екеуінің арасында кейбір деректерде екеуінің арасынан қатты айқай шығады дейді. Екеуі біраз тартысқаннан кейін негізі Бейбарыс қатты ашуланады. Ашуланып әлгі уәзірді шақырып алып айтады дейді: мына кісі кім? Бұл кісінің айлығын кесіп тастаңдар, жұмыстан алып тастаңдар деп. Сол кезде жанында тұрған уәзірлер айтқан: бұл кісінің айлығы да жоқ, белгілі бір қызметті атқармайды деп айтқан екен. Сөйтіп әлгі Алла Бейбарыстың көңіліне дұрыс хидаят беріп, дұрыс нәрсе салып, әлгі ойынан қайтқан дейді. Бұл имам Науидің сол замандағы өзінің ғалымдық міндеті болып табылатын жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю деген міндетін толықтай атқарғандығының бір көрінісі. Имам Науи рахимахулланың тағы бір ерекшелігі өзінің шейхтарының, өзінің әке-шешесін қатты құрметтеген. Хижри 676 жылы өзінің әке-шешесін зиярат етуге барады, өзінің шейхтарының барып қабірлерін зиярат етеді, қабірлерінің басына барып оларға дұға етеді. Кейін Байтул Мақдисті зиярат етеді, Ибрахим пайғамбардың қабірін зиярат етеді. Сөйтіп қайтып келе жатқан кезде өзінің ауылына келіп, ауырып, дүниеден көз жұмады. Осылайша ислам әлемінің әйгілі тұлғаларының бірі болған имам Науи рахимахулла хижри 676 жылы бар болғаны 45 жасында дүниеден өтеді. Алла тағала ол кісіні рахымына бөлесін. Осымен бүгін біз имам Науидің өмірбаянына қысқаша тоқталып өттік. Келесі дәрісімізде имам Науидің 40 хадиске жазған кіріспесіне тоқталатын боламыз. Содан кейін барып имам Науидің негізгі еңбегі болып табылатын 40 хадистің түсініктемесіне кеңірек тоқталатын боламыз.